Баршаға ассалаумағалейкум. Бүгін біз Toyota Land Cruiser 200 автокөлігін қарайтын боламыз. Клиенттің айтуы бойынша автокөлік оталады. Бірақ та артқа немесе алға жүрген уақытта, демек коробканы D-ға болмаса R-ға салған уақытта машина түгелдей өшіп қалады дейді. Содан кейін бірер минуттан кейін кері өзі қосылады дейді. Демек машина жүрмейді D-ға және R-ға салған уақытта бір нәрсе блокировка жасап тұр дейді. Сигнализацияны түгелдей шешіп алған машинаның, бірақ та ешқандай көмек бермеген. Сондықтан сол машинаны қарайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мінекей Toyota Land Cruiser 200-дік машинаның сигнализациясын алып тастаған. Starline S96 дейді. Және де машинада GPS болған, GPS антенна. Осы мынандай екі аккумулятор шыққан. Енді машинаны оталдырған кезде машина оталады. Так, мына жерін барлығын ашып тастаған. Так, машина оталады, бірақ D-ға және R-ға екеуін біріне салып жүрген кезде машина өшіп қалады дейді. Мен жаречкаға тексеріп көрейін. Түгел машина өшіп қалды, прибор барлығы өшіп қалды. Коробка D-да тұр әлі. Осындай блокировка бар. Енді осы қазір блокировканы іздейтін боламыз. Сигнализацияны түгел шешіп тастаған екен. Бір электрик келіп қараған, табылмаған екен. Енді осыны қазір қарап көреміз, қай жерде блокировка бар екен. Так, сонымен қазір мен мына жерде мына екі штекер, екі үстіндегі ақ штекерге сигнализация жалғанған екен проводтарына. Осыларды шешу арқылы мен қазір проблема қайда екенін өзіме жаңағыдай жеңілдетіп алам, қай жақта проблема. Демек, қазір мен зажигание қосып қойдым. Мінекей зажигание қазір қосылып тұр. Бізде машина өшкен кезде, блокировка жасалған кезде осы прибор түгелдей өшіп қалады. Сондықтан осы штекерлерді ажырату арқылы проблема қай жақта екенін өзіме біліп алғым келіп тұр. Біріншіден қазір прибор қосылып тұр. Мен осы штекерлерді шешіп бастаймын қазір. Біріншісін қазір шешем. Так, біріншісін шештім. Бізде прибор әлі де қосылып тұр. Енді қазір екіншісін шешетін болам. Екінші штекерді. Сол кезде менде мінекей прибор өшіп қалды. Машина өшкен кезде, блокировка жасалған кезде прибор дәл осылай өшіп қалады. Қазір штекерді өзінің орнына салам. Мінекей прибор бізде қосылды. Демек, осы штекерге келетін, мына екінші штекерге келетін проводта бір жерде блокировка бар деген сөз. Осы проводтан бізде бір питаниеме кетіп қалады, сондықтан машина түгел өшіп қалады. Енді осының штекердің арасынан қай провод екенін мен қазір тауып алғым келіп тұр. Қай провод екені, қай проводтан питание кетіп қалатын. Так, сонымен қазір блокировка іздеп, мазганың тұсынан штекерді қазір тапқан болатынмын. Мына штекер неге мына жер, себебі блокировка қойған кезде жаңағыдай заводской изолентін алып тастайды да, соның ішіне арасына қондырады ғой. Сондықтан заводской емес нәрсенің барлықтарын қарап отырмын қазір. Заводскойға ұқсамайтын, мысалы мынау заводской оралған нәрсе, бірақ мына жерде заводской емес бір изоленті болып көрінді. Ашып қарадым, ештеңе табылмады. Содан кейін қазір мен мына нәрсені байқадым. Екінші штекерді манағы біздің ажыратқан кезде бізде мына бөлікте бір реле қосылады. Мен алып қосып атырмын қазір мен. Сол кезде реле бір алып қосылып тұр.
Демек қазір мен ана жаққа көшетін боламын, қазір ана жақтан қарайын. Бәлкім ана жақта болуы мүмкін. Бар ғой? Мына астында екінші текер бар, мен ұстап тұрған. Соны саласың ғой? Салған кезде қара. Бірінші қосылады, бірінші тық дейді ана жақтан. Ана жақтан тық дейді. Сосын тағы да қаттырақ итерген кезде приборға қарап тұр. Міне, маған осы керек именно. Осыны тауып керек, То есть приборды қосып, өшіріп тұру керексің ғой сен маған. Приборды қосасың, өшіресің. Приборға қосып қойған значит, Жайлап қозғалғанда сезесің өзің. Приборға қарап тұр, главное. Давай, тағы да. Қазір соқта. Давай. Так, әзірге ештеңе тапқан жоқпын. Бірақ манағы екінші текерді ажыратып қосқан кезде мынаның астынан бір релейнің дауысы шығады, қосылып, ажыратылып. Бізде машина өшкен кезде, жаңа түгелдер не өшіп қалады прибор. Дәл солай өшірген кезде мына жерде ішінен релей бір тықылдап тұр. Соны қазір осы жерді алып көретін боламыз. Так, қазір аккумуляторды алып тастадым. Біртіндеп мына блокты қазір шешіп жатырмын. Мен жерде тапқандай болып тұрмын, мына жерде бір релей. Мінекей. Мына релей болу керек. Релей блокировки. Но енді заводской емес. Мына ішінде бір кішкентай чип болу керек. Плата. Былайша айтқанда релей блокировкасы осы болу керек. Қазір осыны түгелдей ашып қараймыз, қайда жалғанған ашқаннан кейін көрінетін болады иншалла. Так, сонымен мына блокты түгелдей аша алмадым. Мына жақ бөлігі ашылды, бірақ мына жақ бөлігі ашылмады. Бірдеңе тіреп тұрғандай болып көрінді. Бірақ содан кейін мына жердегі бөлек тұрған блокты, ішінде тұрған блокты шешіп алдым. Сөйтіп, бізбен бірге мына релей блокировкада бірге шықты. Енді бұл қарап жіберейік. Қара, мына проводты көріпсің бе? Ақ проводты. Сол негізі мында тұру керек. Ақ қара провод көріпсің бе? Екеу бір. Соны кесіп тастағанда ортасынан жалаған. То есть, когда блокировка жасалған кезде, мына екі проводты өзі ішіне ажыратып тастайды. Тоқ болмай қалады, көрші түгелдей өшіп қалады сонда. Енді қазір мына питание алған, зажигание алған. Осыны кесіп, мынаны қайттан басын етеміз, көрші. Уже штатный болады, да? Уже штатный болады, да. Сосын уже керек емес болады уже. Көрші, грамотты қондырған ғой. Мына Россияда дейтін негізі специально қондырады осындай блокировкаларды. Бұны даже мына жгуттың арасынан салып жібереді. Жгуттың гофрының ішіне салып жібереді. Вообще таба алмайсың, тоже білмейсің. Осылай қуып, осылай әр нәрсені қуып, не айырып, әр нәрсеге қояды блокировканы. Автоматқа қояды, моторға қояды. Дыға салғанда өш көріп тұр. Простой блокировка емес уже. Именно жүрген кезде өшіп қалатындай блокировка ғой айтқанда. Сол үшін вишаны сигналға шешкеннен бәрі кетіп қалады деген сөз емес. Блокировка қалып қойды бөліне. Блокировка бөлек қалып қойды. Так, сонымен мен мына блокировканы алып тастадым, қиып тастап. Және де өзінің заводской проводын, сымын өз орнына жалғап қойдым. Қазір енді барлығын жинап, аккумуляторды салып, машинаны оталдырып тексеріп көреміз. Так, сонымен барлығын жинап орнына енді қазір тексеретін боламыз. Машина оталды. Артқа салып. Қозғалтып көрейік.
Так жүріп тұр. Так, енді алға жүріп көреміз. Так. Барлық істеп тұр мінекей.